Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Сіздермен бірге Меруерт. 2 минуттың ішінде комплиментті пайдалана отырып, оқушылардың көңіл-күйлерін көтере аласыз. Зейіндері мен назарын сабаққа аударып, қызығушылығын оята аласыз. Бүгінгі видеода комплиментті пайдалана отырып, оқушыларға қалай әсер ету керектігі туралы топ 3 әдісті көрсетемін. Әдістерді түгел қарап көріңіз. Ал бастайық. Комплименттер бұрқасыны. Оқушылар берілген уақыт ішінде параққа өздері естігісі келетін комплиментті жазып шығады. Комплименттер жеке сөздер емес, толық сөйлем болу керек. Жазып болған соң қағазды домалақтап, мыжып, қармен атбасқандай бір-біріне лақтыру керек. Немесе қағаздан ұшақ жасап, бір-біріне қарай лақтырып ұшырады. Мұғалім қар домалақтарын бір-бірден ашып оқытады. Қос шеңбердегі комплименттер. Оқушылар 2 шеңбер жасап, бір-біріне жүзін қаратып тұрады. Ішкі және сыртқы шеңбер. Ішкі және сыртқы шеңберде бір-біріне бет қаратып тұрған оқушылар кезектесіп бір-біріне комплимент айту керек. Содан кейін ішкі шеңбердегілер оң жаққа бір адым жасап, алдында алмасып тұрған оқушылармен комплименттермен алмасады. Арқаға жазылған комплименттер. Әр оқушының арқасына А4 қағазы жапсырылады. Оқушылар сыныпты аралап жүріп, бір-бірінің арқасындағы қағазға жылы, жұмсақ сөздер жазып, бір-бірін мақтайды. 2-3 минуттан соң қағаздарын алып, жазылған комплименттерді оқып береді. Бұл әдіс оқушылардың көңіл-күйлерін ғана көтеріп қоймай, өзіне деген сенімділіктерін арттырады. Бір-біріне деген сыйластықтары да арта түсетін болады. Сабақта қолданып көріңіз. Тағы да осы сияқты пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп қойыңыз.